Питер Фостер 20 жыл бойы Air Астана компаниясын басқарған ағылшын азаматы. 2005 жылдан бері ол Қазақстанның авиациясының басты тұлғаларының бірі болды. Алайда оның есімі қоғамда мемлекеттік тіл мәселесімен есте қалған. Бір жылдары азамат, Түркияның азаматы Оғыз Доған Air Астанаға қарсы сотқа жүгінген. Себеп дейсіздер ме? Себеп компания қызметкерлері, стюардессасы қазақ тілінде, мемлекеттік тілде қызмет көрсетуден бас тартқан. Қазақстанның флагмандық әуе тасымалдаушысы өз елінің мемлекеттік тілін мойындаудың орнына сот арқылы өз ұстанымын қорғап, Оғыз Доғанмен соттасты. Яғни сол кезде компанияны басқарған Питер Фостер қазақ тілінің ресми мәртебесін іс жүзінде мойындай қойған жоқ. Бұл іс қоғамда үлкен резонанс туғызды. Көпшіліктің сұрағы, егер елдің басты әуе компаниясы қазақ тілін мойындамаса, онда ол кімге қызмет етіп жүр деген сұрақ қойды. Бүгінде Air Астана Қазақстанның негізгі әуе тасымалдаушысы болып саналады, бірақ оны меншік қылып отқан толық ұлттық емес. 2025 жылғы мәліметке сәйкес компания акцияларының 41% Самұрық Қазына қорында, 17% Ұлыбританиядағы BAE Systems компаниясында, 21% ақш-тағы Citibank арқылы тіркелген шетелдік инвестициялардың, ал 5% Европалық қайта құру және даму банкінің иелігінде. Яғни Air Астананың жартысына жуығы шетелдік капиталдың бақылауында. Компанияның басшылық құрамында да шетел азаматтар басым. Питер Фостер Ұлыбритания азаматы, бас қаржы директоры Ибрахим Жанлел Түркия азаматы, директор Филипп Сиакас Грекия азаматы, қауіпсіздік жөніндегі жетекші Оңтүстік Африканың азаматы, ал Fly Арыстан бөлімін Британ азаматы Ричард Леджер басқарып отыр. Соңғы жылдары Питер Фостердің аты тағы да қоғам назарында болды. Бұл жолы парламент қабырғасында мәжіліс отырысы кезінде қазақ тілінде сөйлеген депутаттың сөзіне ол күліп, мырс етіп отырған сәт камераға түсіп қалды. Бұл көрініс әлеуметтік желіде кең таралып, қоғамда наразылық тудырған болатын. Өйткені мемлекеттік тілге құрметсіздік жай ғана эмоция емес, бұл символдық көзқарас. Қазақтың тілін мойындамаған адам елдің парламентінде күліп отыру елдік сана үшін ауыр көрініс болды. Аты Қазақстанмен байланыстырылғанымен Air Астананың капиталы да, басшылығы да шетелдік. Сол сияқты оны 20 жыл бойы басқарған адамның